Онлайн бизнес 21 ғасырдың осындай дәуірінде сіздер осындай бизнестің артынан қалмай өз өмірлеріңізді өздеріңіз өзгертіп сұп-сұлу болып денсаулық берсе екен дейміз. Біздің денсаулығымыз Алладан келген аманат. Біз осылап сүйретіліп жүре беретін болсақ, бір күн ұшып түссек, біз ешкімге керек емеспіз. Бұрынғы келін жоқ, сізді дәретіңізбен алып, бұрынғы ұл жоқ, бізді қарайтын. Сол үшін біз ағзамызды 432 мың теңге, ол бизнестің де құны емес, денсаулықтың құны емес, ағзаға беріңіздер. Бүгін аласыз ба, бүгін беріп ағзаңызды тойдырыңыз. Мен айтып отырмын ғой, 14 күнде 8 килограмм токсиншілік жарқырап шыққанда мен клиент іздеген жоқ. Мен де сіздер сияқты тоғыз туғаным болған жоқ. Екі әпекемнің өзі лохотрон, андай қоқыр қоқсық дейді. Бірақ та Құдай менің ниетіме, пейіліме, результатыма берді. Мен жүрекпен айттым, жүрекпен іштім, мен сүйдім бұл. Өйткені мен деген қатты аурудым, жаңа жолдасым айтты ғой, керемет аурудан тұрдым. Сол үшін қорқатын ештеңе жоқ. Мына жерде менің спонсорым мені 6 ай шақырғанда мен 6 ай қаштым. Мен не пайда таптым? Бір аяқ бір қолдан сүйретіліп, арбаға таңылып, зоқ болып келдім. Менің спонсорым кәдімгідей 21 миллион тауып, ипотекасын төлеп тастады. Сонда кім ұтылды? Бүгін тыңдамайса сіз ұтылдыңыз. Мына есіктен Алла Тағала жайдан-жай сіздерді кіргізбейді. Мына құлаққа жайдан-жай естіртпейді. Сіздің қолыңыздан келеді. Болмаса көшенің адам бірақ жинап алмаймыз да. Сіздердің қолдарыңыздан келеді. Біз бір осындай себепкерімізден сізге денсаулық сыйлаушы болып отырмыз. Сол үшін айтуын қорықпаңыздар. Үй президент, жаңа айтты Ибағұл ханым өте дұрыс айтады. Бір бизнеске кірдіңіз бе, тұрақтап істеңіз. Әкем айтатын, анда бақыр тұр дейді, жүгіріп барсам тақыр тұр деп. Ана жерде бизнес, мына жерде бизнес деп шашылғанда қайта бізге келді. Біздің компания сияқты компания жоқ. Бастадыңызда үстіне шығу керек. Айта беріңіз. Тек мен істеп жүргім жоқ. Бүкіл әлем істеп жатыр. 8 мемлекет. Бұл жалған нәрсе емес. Бұл жалған бизнес емес. Неге біз айтпасқа? Айтыңыздар да, қазанды деген қайнап тұр, сапырып, отын көсеп ақшаны алып алыңыздар. Кейін мына күміс суды, шампунды бар адам сатқанда шалқайып пенсия алып отырасыз. Сол үшін өте жақсы жерге Алла Тағала сіздерді әкеліп жатыр. Үй президент болыңыздар. Артыңыздан мысалы өзіңіз Рубин статусын жауып, астыңыздан бір директор тұрса 12% сізге беріп тұр. Өзіңіз бриллиант жауып, астыңыздан бір Рубин, бір директор жасауыңыз одан 12%, 10% алып тұр. Мен қазір қызымды сонша есептедім, оның бинарынан мен 15% алып тұрмын. Мен үй президент болғанда ол 10 миллион алса, мен 1,8 миллион менікі. Оның артындағы Ибағұлдер сіздерге жұмыс жасадым, Ибағұлдер мен 15% алып тұрамын. 10 миллион алса, миллион жарым. Бүкіл сіздің аузыңыздан шыққан сөздердің барлығын Алла Тағаланың өзі халал маркетинг бағалап тұр ғой. Жаңа сіз тауар сатам дейсіз, тауар сатқан кезде артынан пайызды кім? Сол үшін команда жетектеңіздер. Қазақ барлық сөзді зерттеп қойған, денсаулық зор байлық дейді. Сенің денсаулығың болмаса, сен үйде дұрыс тамақ іше алмайсың. Дұрыс тамақ деген күйеуіңмен де дұрыс әрекет байланыс болмайды. Оның өзі Алланың разылығы. Сіз махаббатпен тамақ істеп, сіз үйде күліп жүргенде бала да бақытты. Екінші байлық ақжаулық деген сол. Оның саулықты өзі бере береді. Ақша қалай келеді? Білесіздер ме? Ақша бірінші өнімді сүю керек. Ақша бірінші сенің рухани білімің бай болу керек. Сенің алдыңдағы адам сенен өнімді қайын, ақша табайын десе өздеріңіз ештеңені білмейсіздер, ештеңеге жеткізе алмайсыздар. Маған кісі тіркелмей, мені бүйтеді, мені сөйтеді дейсіздер. Бірінші білімді алыңыздар. Бұны да жұмыс ретінде қабылдаңыздар. Пол жуудың өзін үйренесіздер ғой. 9-дан 9-да сағатқа кіресіздер, кешкі 9-да жұмыс дейсіздер, 200 мыңды. Мына жерде мыңдаған миллионды беріп жатса, ақырын естіп қойшы демеңіздер. Бұны да Алла Тағала маған бұйыртып тұр. Бұл да менің бала шағамның ырыздығы. Бұны үйренейін деңіздер де үйреніңіздер. Үйреніп іштей білім алыңыздар, сонда сіз жетілесіздер, қасыңыздағы адам үйіп тыңдайды, жүректен шыққан сөз жүрекке барады. Екінші сіздің жан шелек, тән шелек деген болады. Тән шелек болады, болмайды. Адамның бір жағында періштесі болады, бір жағында жаман нәрсесі болады. Ой, о жерге барма деп сені итерген кезде, сен наоборот жан шелегіне бағың. Мен барам. Ел істегенде неге істемейді? Менің қолымнан келеді деп жаныңыз рахаттанады бұл жерде. Жаныңыз мына өнімнен сусынбай ма? Сіздің жаныңыз рахаттанғанда тәніңіз де рахаттанады. Соны жан тыңдау керек. Үшінші байлық ата-ананың разылығы. Қазақ тоже